Бойдақ қыздар түстерінде үнемі бір жігіт көріп жүреді, бір жігіттің қолынан ұстап жүреді. Ол жігітті бір қызығы өмірде көрмеген болуы мүмкін, немесе өмірде бір-ақ рет бір мысалы бір сауда мәселесі мысалы ол курьер болған мүмкін, яғни бір сәтке ғана араласып қалған болады да бір. Соны түсінде көріп атады. Немесе мүлде көрмеген жігітті түсінде көріп атады. Яғни түсінде ол біреуге ғашық болып жүрмін дейді бір жігітке. Сондай керемет сезім ана жерде, керемет атмосфера. Осындай қыздар маған түс айтады да, одан кейін оны маған жортуын қалайды, яғни мен оған айтуым керек: "Иә, ол жігітті іздеп тап өмірде, ол сенің бақытың, ол сенің жарың" деген сияқты. Бірақ ол олай жорылмайды көбінесе. Мұндай түстерді көп жағдайда біз сезімін аламыз. Осы сезім сізді жаңағы бақытты қылдырып атқан деп. Енді бұндай түстерді көп жағдайда жігіті жоқ, мүлде басы бос қыздар көреді. Өмірде біреумен жүріп жүрген адам ондай түстерді көре бермейді, түсімде жігіт жүр екен деген. Олар өмірде оны істеп жатыр. Бұндай түстерді кімдер көреді? Бұндай түстерді жаңағы өз-өзімен жүрген қыздар көреді. Ешқандай жігіт жүрмейді, жігіт қажет емес, жігіттерге деген көзқарас керек болса дұрыс емес, барады да мысалы солар түсінде көріп жатады. Енді бұның басты мәселесіне керек, неге қыз баласы, бойдақ қыз баласы бұл түсті көріп жатыр деген. Оның себебі хайуани инстинкті, яғни адам баласы басқа биологиялық жаратылыстар сияқты, хайуани өзінің инстинкті бар. Мысалы, жаңағы көктемде немесе бір күз кездерінде көрсеңіздер, ит бар ғой, ауылдарда, қалада да ит бар қазір, жабайы иттер. Сол иттер бір-бірінің артын түрткілеп, бір-біріне жанасып әуре болып жатады, мысықтар жаңағы күйілеп, маужырап, жатып, домалап деген сияқты. Яғни бұл хайуани инстинкт. Хайуандардың өзі жаратылысында бір күйзейтін кезі болады, қосылу кезі болады. Олар міндетті түрде қосылу кезін жібермейді, қосылып алады. Туатын кезі болады, міндетті түрде туатын кезін жібермейді, туып көбейіп тастайды. Бүкіл жаңағы бұл мысық ит болсын, аю, қасқыр, жыртқыштар, құрт құмырсқа болсын, масалар болсын, мысалы, әрқайсының мысалы өзінің сондай инстинкті бар. Уақыты келеді, қозады, қосылады, көбейеді. Бұл нәрсе адам баласында да бар. Адам баласының өзі бізде де мысалы ақыл сананың иесіміз, бұл нәрсе бар, және де хайуани инстинктіміз бар. Яғни адам баласы өмірге келді, ата-анасының құшағында, отбасында өсті, жетілді, оқыды, одан кейін белгілі бір жасқа жеткеннен кейін міндетті түрде ұл болса үйлену керек, қыз болса күйеуге тию керек. Бұл хайуани инстинкт, бұл сіздің менің таңдауым емес. Сіз айтасыз: "Жоқ, мен деген үйленбеймін, мен тұрмысқа шықпаймын, менің басқа жоспарларым бар." Бірақ сіздің хайуани инстинктіңіз ол нәрсені сізден алып тастамайды. Ол сізбен бірге жүре береді, белгілі бір жасқа дейін. Яғни сіз мысалы 20 жаспен 35 қазіргі заманмен жасқа дейін сіз тұрмысқа құрып немесе үйленіп үлгеруіңіз керексіз. Бұл сізді осы жаста бұл түстер мазалайды, бұл хайуани инстинкт, бұл нәрселер сізді мазалайды. Одан кейін 35-тен ары қарай 40 ол кезде бала асырау керексіз, баланы өсіріп жеткізу керексіз, немере тосу керексіз, 45-тен ары қарай деген сияқты 50-де немере тосу керексіз. Яғни ол жерде сіз бойдақ қыз баласы, енді алла білуші, ол кезде жаңағы өкініштер болуы мүмкін, немесе жаңағы басқалардың баласына мейіріммен қарап, себебі хайуани инстинкт, тағы да айтамын. Осы нәрсе бізді тастамайды. Осының әсерінен жас қыздар, басы бос, мүлде жігітке жоламайтын қыздар осындай түсті көре беретін болады. Яғни өмірде мүлде жігіт жоқ, басы бос, жігітке орын жоқ, ешкіммен сөйлесіп жүрген жоқ, танысып жүрген жоқ, бірақ түсінің бәрі сондай. Тұрып алады да, оянып алады да, түсінің әсерімен күшті болып жүреді. Кейбіреулер осы түсінің әсерінен біреумен сөйлесіп кетеді, араласып кетеді. Бірақ оның өзінің ақылы бар да, ақылы бар қыз мысалы ол бас тартқан жігіттен. Содан кейін ол өкініп атады. Сезімнің әсерінен біреумен жүріп қойған үшін өкініп атады. Мен адам емес екен деп. Сондықтан бұл жерде не істеуіміз керек деген мәселе. Біріншіден ол түсті мейлінше ұмытуға тырысамыз. Түстің сезіміне берілмейміз. Егер ол қолыңыздан келмесе, ондай жағдайда екінші вариант, бұл жерде біреуге түсімізді айтамыз. Мен осындай түс көрдім. Түсімде осындай бала жүр. Аты Дәулет екен, бойы деген 170 екен, жаңағы ақшылдау келген, көлігі бар екен, мені ғашық болып жүр. Кейбіреулер маған ғашық болып жүр дейді да, яғни өзі оған емес, жігіт оған ғашық болып жүреді да, мені ғашық болды, мені іздеп жүр, үйтіп жүр. Кейбіреулер айтады, бір Алмас деген жігіт бойы бір 165-180, жаңағы толықтау келген,
жанагы мен оған ғашық болып калыппын, бір жерде іздеп жүрмін. Яғни осы нәрсені түсіңізден не көрдіңіз, соны құрбыңызға нақты айтып беріңіз. Осындай түс көрдім, сен аяғына дейін тыңдашы деп. Жана не сезіндіңіз, жанагы түстегі бүкіл шабытпен айтып беріңіз. Осы кезде ол нәрсе тоқтау керек. Енді сіз айтқаныңызға еріп кетіп, ол қыз деген сіздің түсіңізге одан сайын от қосып, мә прям ол ана жігітке ұқсап тұр, білесің ба, сен помнишь, бүйтіп айтып едің ғой, мынау сол жігіт қой деп, ол сіздің түсіңізге от салып, одан бетер ол жігітті өмірде іздеп кетіп, олай болмайды. Менің айтпағым бұл жерде түстің жанағы сезіміне еріп кетуге болмайды. Ол әшейін сіздің табиғатыңызда, тағдырыңызда болу керек болған мәселелер түсіңізге кіріп мазалап жатыр. Яғни Зигмунд Фрейдше айтқанда, сенің арманың өмірдегі түсіңе кіріп мазалап жатыр. Яғни бұл да бір адамның арманы, ол табиғи кәдімгі адам ата Хауа анадан бергі келе жатқан әрбір адамның арманы.